Баршаңызға сәлем. Таңертең витаминді ішіп тұрсам, мамам, яғни енем, бүгін қонақ күтетінімізді айтты. Қой, онда тезірек дайындалайын деп тез-тез үйдің шаңдарын алып столды қойып, дастарханды жайып бастадым. Қыздарым, ұлдарым көмектесіп жүрді. Менің 2 қыз, 2 ұлым бар. Кішкентай еркеміз балабақшаға бармайды, бұл әжесінің баласы. Сонымен дайындап қойған салаттарын тарелкаларға салып, дастарханға қойып шықтым. Бұл кезде қонақтар келіп қалған еді. Мен болсам, бұл кезде орамал тағуды ұмытып кеттім. Орамал тағып алып, осылай қамырларымды жайып, кептіріп қойдым. Орамал демекші, мен әрдайым асханада орамал тағып жүремін. Кейбіреулер орамалсызда жүріп тамақ істей береді. Бұл дұрыс емес. Бір түйір шаш болса да түсуі мүмкін. Сол үшін әрдайым асханада жүргенде тағып жүрейік. Бұл уақытта қонақтарды түсіремін деп ойлаған, бірақ қонақтар видеодан ұялды ма, түскісі келмеді. Осылай сорпаларын беріп шықтым. Арасында мен қонақтардың алдына кеткенде қызым осылай өзін түсіріп алыпты. Сонымен қонақтар кеткеннен кейін осылай әдемілеп ыдыстарымды фейримен жақсылап тұрып жуып алдым да, кір жумағаным есіме түсіп кетті. Осыдан кейін кір жууға кірісіп кеттім. Ұлдарымның, қыздарымның мектепке баратын формаларын жуып, осылай таза суға салып, тез-тезден жуып қойдым. Далада жаңбыр жауайын тұрғасын, мен кірлерімнің бәрін ішке жайып қойдым. Себебі ертесіне біз оқуға баратын еді. Сонымен өзімнің жұмыстарымды да істедім. Сонымен ұйқым кеп, бүгінгі күнім осылай өтті.